Сәлем достар, келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Мен бүгін өтіп бара жатқан жылға қорытынды жасап, есептеп, жаңа жылға қалай жоспар құратыным туралы сіздермен бөліскім келеді. Егер сіздерге бұл тақырып қызықты болса, соңына дейін қараңыздар. Ал сонымен, сіз 2018 жылға қаншалықты ризасыз? Жалпы есеп беру ғана емес, жай ғана сол нақты рахмет айтуыңыз, ризашылығыңыз маңызды екен. Бұл кәдімгідей сіздің келесі несібеңізге, сізге келетін тікелей қатысы бар. Тікелей бұл маңызды. Сондықтан жай ғана есеп беріп қана қоймай, осы өтіп бара жатқан 2018 жылда сіздің өміріңізде болған жақсы жаңалықтар, жақсы жеткен жетістіктеріңіз, өзіңізді қуантқан бір қуаныштарыңыздың барлығын, материалды емес, бәрібір неге жалпы ризасыз, кімге рахмет айта аласыз, соның барлығын 100 пунктке дейін енді толтырып шықсаңыз, өте жақсы өзіңіздің бір өміріңізге ризашылығыңыз өседі. Бұл өте жақсы техника. Жай ғана есеп бермей, рахмет айтып үйренейік. Енді келе жатқан жаңа жылға жоспар құру. 2019 жылға жалпы енді біз ауызша бірдеңе жоспарлаймыз да, ол бір жыл көзімізді ашып жұмғанша өтеді де шығады. Сол арманымыз арман күйі қалады екен. Сондықтан осындай блокноттарға жоспарыңызды, арман мақсаттарыңызды жазып отыру өте маңызды. Бұл жазғанда сіздің арман мақсаттарыңыз бірнеше еселеніп күш беріледі. Сіз қолыңызбен жазасыз, көзіңізбен көресіз, ол сіздің миыңыздың бір қыртыстарына өтеді, кәдімгідей басқа бір күшпен орындалады расымен де. Сіз оны күнделікті қайттан оқып қарамасаңыз да, бір жылдан кейін бе, жарты жылдан кейін бе ашып қарағанда таң қаласыз. Оның жартысынан көбіне риза болып, галочка қойып шығасыз шынымен де. Сондықтан, егер бұндай дағдыңыз жоқ болса, өзіңізге жаңа жылға осындай сыйлық жасап, кішігірім әдемі блокнот сатып алып жазып шығыңыз. Немесе мен мысалы маған кім не сыйлағысы келетін білмей жүргендерге әрдайым айтамын, неше түрлі тақырыптарға арналған блокноттарым өте көп. Маған осындай блокнот сыйласа, мен өте қатты қуанамын. Сондықтан жазғанда осылай өте қатты жақсы көремін, және оның үлкен бір жақсы пайдасын, тиімділігін көргендіктен сіздермен бөлісіп отырмын. Жалпы әлем бойынша небір табысты адамдардың барлығы осылай өздерінің барлық арман мақсаттары туралы, қаржылық бір есептер туралы әрдайым жазба жүргізетінін айтады. Бұл рас. Енді келесі жылға жоспарды қалай құрамыз? Жай ғана жалпы бір тізіммен жоспар құруға болады әрине. Бірақ та мен былай өзім 3 бөлімге бөліп жазам. Біріншісі, кім болғым келеді? 2019 жылы Нұргүл қандай болу керек? Енді абстрактілі бір жақсы ана боламын деген сияқты. Енді бұйырса 3 баланың анасы боламын дегеннің қасына енді галочка қоюға болады. Ал жалпы жақсы ана боламын, жақсы жар боламын, сүйікті деген енді оған дейін тұрмыс құрмаған қыз болсаңыз солай жазуға болады. Ал жалпы бұрыннан тұрмыстағы адамға енді өз-өзіңізге баға беру қиын ғой, жақсы болдыңыз ба, жаман болдыңыз. Сондықтан кішкене нақтырақ, абстрактілеу, галочка қасына қоя алатындай бір нақты пункттер болған дұрыс. Мүмкін министр болғыңыз келетін шығар, мүмкін бір кәсіп ашып кәсіпкер атанғыңыз келетін шығар. Қандай кәсіп, соның атын жазыңыз. Мысалы, мен мұндай кәсіптің иесімін деген сияқты. Содан кейін барып оған енді нақты болдыңыз ба, болмадыңыз ба, сонда сіз қасына галочка қоя аласыз. Сонда енді бірінші рет жазып тұрсаңыз қиындау болуы мүмкін. Бұл пунктте енді 20 пунктке жеткізсеңіз, енді өте жақсы. Бұл бөлімді негізі енді барыңызша жаза берсеңіз де болады, 100-ге дейін жеткізіп. Екінші бөлім, келесі жылы не істеп үлгергім келеді? Бұл енді нақты әрекеттен келетін бір мақсаттарыңыз. Бірдеңені жасап үйренгіңіз келе ме, бірдеңені
жалпы оқып зерттеп үйренгіңіз келе ма? Сондай бір, енді мен мысал келтіре берсем, сонымен шектеліп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді тыңдаңыз және осы сұраққа жауап беретін қандай жауаптар келеді, соның барлығын жаза беріңіз. Енді бұны да барынша 100-ге дейін толтыруға тырысыңыз. Мен келесі жылы не істеп үлгеруім керек? Үшіншісі, бұл енді оңай, бұны жалпы ауызша да тілектеріміздің барлығы, жоспарымыздың барлығы осы тақырыптың айналасында ғана қалып қояды. Не сатып алуым керек келесі жылы, не сатып алғым келеді, не иемденгім келеді, не алғым келеді. Енді бұл да заттай бір ұстап көре алатындай, астында бір я мен осыны алдым деп өзіңізге бір есеп бере алатындай бір нәрсе болған дұрыс. Және маңыздысы оны нақтылап жазыңыз. Мысалы, үй, машина деген сияқты бір жалпы атауы ғана емес, қандай үй, қандай пәтер, неше бөлме, қай үйден, қай қаладан, қандай көлік, қандай маркалы, қандай түсті деген сияқты кішкене бұл жерде нақтылап жазсаңыз, оның орындалуы тезірек болады, есегіне түседі деген сияқты. Сонда бір жылдан кейін блокнотыңызды қайттан қолыңызға алып қарағанда таң қаласыз, шынымен де бұл туралы ұмытып кетсеңіз де, сол түсті, сол маркалы бір машина сізге бұйырып, шынымен де иемденуіңіз әбден мүмкін келер жылда. Жалпы бұл енді бөлімді 100 пунктке енді жеткізу мүмкін деп есептеймін. Сондықтан қалған осы жаңа жылға дейінгі 1-2 күнде осылай жаңа жылға өзіңіздің арман мақсаттарыңызды әдемілеп жазып шығыңыз. Келер жылда ол арман мақсаттарыңыз міндетті түрде орындалсын. Келер жыл сіздерге бақыт, табыс, қуаныш, жақсылық әкелсін. Жаңа жылдарыңызбен сау болыңыздар.